Қайырлы күн, бүгін сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тестасы өте керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: ұн қажет болады, қант, ашытқы, тұз, сүтіміз бөлме температурасында жылы болу керек. Одан кейін суымыз да жылы болу керек, және сары май еріп тұрған. Одан кейін бір жұмыртқа қажет болады. Негізінде бір стакан сумен де или бір стакан сүтпен де жасасаңыздар болады, еш айырмашылығы жоқ, екеуімен де дәмді болып шығады. Бізге сүтімізді, суымызды, ашытқымызды саламыз, тұз саламыз, 2 қасықтай қант саламыз. Одан кейін бір араластырып сары майымызды қосамыз және бір жұмыртқа саламыз. Тағы да бір қайтара араластырып, кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның бәрін бірден салып жібермейміз. Осылайдан араластыра отырып, шетінен ұнды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның соңында жазып кететін боламын. 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Кейін 1 сағаттан кейін алып, ұнды себе отыра қамырымызды екіге бөлеміз. Осылай екеуін күлшелеп аламыз. Кейін оқтаудың көмегімен қамырды жаятын боламыз. Тым қатты жұқа қылдырып жайып та жібермеңіздер. Өздеріңіз енді көз мөлшерлерімен көресіздер ғой. Қатты жұқа, қатты қалында болмасын. Кейін осылай ұзыншалап турап, сосискеге орайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі қамыры өте дәмді, керемет болып жасалатын болады. Одан кейін противенге орналастырып, бір жұмыртқаның сарысымен біраз қасық сүтімізді қосып, осылай бәрі жан-жағына жағып шығамыз. Мен үстінен кунжут септім. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет болып шығады.